2022 жылғы 13 тамыз таңғы сағат 6:30 Алматы қаласынан Көлсайға қарай жол жүруге әзірленіп жатырмыз. Осы машина бізді Көлсайға апарады. Шелекке келдік. Шелекке Бақытбек пен Гүлдарияның үйіне келіп тоқтадық. Бір шай ішіп алып кеттік ары қарата. Шелек бұрын аудан орталығы болған, қазір Еңбекшіқазақ ауданының бір ауылы. Байсейіт ауылына келдік. Байсейіт базары. Байсейіт заправкасы, бензин құятын жер. Бензиннің бағасын көрейік қанша екен. 96 209 теңге екен, 92 177 теңге, 500 теңге екен. Байсейіт ауылынан шығып кеттік. Келесі тоқтайтын жеріміз Көкпекті. Көкпектіге келіп тоқтадық. Шашлык сатады екен. Жерде мындай торт сатады екен. Құрттың бір данасы 100 теңге, 120 теңге. Мынандай жаздық отыратын жерлер бар екен, шашлык алып жеп. Сосын мынандай қазақ үйлер. Мынандай еккен чай. Үшінде болады екен. Бағасын айтпай жатыр, 250 мен 500 теңгенің арасында дейді. Қазақ үйдің алдында мынандай тастан жасалған колонналар бар екен. Басқа жерде кафе, дүкен ұстайтындар да осылай сәндеп қойса алдын. Осы Көкпектідегі сияқты гүлдеп, газондап тамаша болатын еді. Көкпектіде ұялы телефон ешқайтыр ұстамайды екен. Сондықтан бұл жақта ұялы телефон ұстамайтындықтан Каспий қосымшасы да жұмыс істемейді. Каспий қосымшасына сеніп, шықпай, қолма-қол төлейтін ақша алып шығу керек. Көкпектіден шығып кеттік. Кеген ауданы деген белгінің қасына келіп тоқтадық. Алматыдан алыстаған сайын латын графикасына көшіп кеткендікті байқауға болады. Барлық жерде латынша жазу. Жағынан
Жалаңаш ауылына жақын қалды. Жалаңаш ауылынан шықтық. Көлбастау ауылы. Олар да өздері сатып алған ғой. Мынандай бір ағашты әр ауылға керек қой, балалар ойнағанға рахат екен. Бұл жақта да есекті қолданады екен. Көлбастау ауылының шетіндегі бір үйге келдік, лақ алуға. Көлсайға алып кететін. Жер кең. Мал, қазірек ұстағанға. Ақтыл ұстаңыз. Анау. Ол қанша болады? Сірне жасаймыз дейді. Бір лақты салып алып, Көлбастау ауылынан кеттік. Қарабұлақ. Биіктей бастадық. Биіктей бастағаным сезіліп келе жатыр. Саты ауылына жақын қалдық. Сатыда таудың баурайындағы әдемі бір ауыл болар деп ойлаймын. Табиғат деген тамаша. Саты ауылына тоқтадық. Мынау ауылдың кіреберіс жері. Жерде жолаушылар тоқтайтын орын бар екен. Кішкене түсіп, демалып, шай су ішіп алатын орында. Саты деген ауылдан Көлсайға дейін 10 километр екен. Көлсайға келетін адамдардың көбісі осы Сатыдан үй алып, демалып, арендаға солай жасайды екен. Сондықтан да осы үйлердің сыртында көбінесе қонақ үй, гостевой деген жазуларды көруге болады. Бұл бір жағынан осы ауыл тұрғындарына да жақсы болған сияқты. Қосымша табыс көзі. Көлсайға келген адамдар осында демалып, тамақтанып, қонып, сондықтан жаңағы сол келген қонақтарға қызмет көрсету, сауда-саттық жасау, тағы басқа жағы осы ауылға тиімді болып тұр екен. Бізде сондай үйлердің біріне келіп тоқтадық. Біз Саты ауылынан шығып, шай ішіп алып, Көлсайға қарай жол тарттық. Көлсайға жақындаған сайын көлік те көп. Мынау жаққа қойсаң алыс болып кетеді. Біз Көлсайға келіп тоқтадық машинамен. Мынау біздің қоршаған төңірек. Көлсай. Көлсайға шұбырған халық. Керуюсь, прошу. Красавчики. Демалып жүрген адамдар атқа мінуге болады, жаяу жүруге болады, қайыққа мінуге болады. Жолдастар тастап қашты ма? Сол жерде ілінген тақтайшаға
Көлсайдың ресми атауын жазып қойыпты. Ол Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. Республикалық мемлекеттік мекемесі деп аталады екен ресми. Жалпы бұл Көлсай көлдері деген 3 көл. Төменгі Көлсай, Қайыңды және жоғары Көлсай деп аталады. Дәл қазір біздің қыдырып жүргеніміз бұл төменгі Көлсай. Осы 3 көлдің ішінде осы көлем жағынан үлкені төменгі Көлсай болып, оның ұзындығы 1520 метр. Ені 222 метр. Бұл көлдің тереңдігі 40 метр. Теңіз деңгейінен 1815 метр биіктікте тұр көл. Мынандай киім. Киіп түссеңіз 1500 теңге. Анандай да болып суретке түсуге болады екен. Мынандай болып та түсуге болады. Қыздар, маған қараңдаршы. Бүркіт ұстап, мына бүркіт ұстап суретке түсуге болады. Кетсу ма или атпен жүресіз бе? Қанша атқа мініп суретке түсу? Bir adam. Осы жерде кемінде бір 100 ат жүрген сияқты меніңше. Көрсетілетін ақылы қызметтердің бірі атпен серуендеу. Атпен серуендегіңіз келсе, ол 5000 теңге тұрады. Егер жалғыз өзім жүруге қорқам десеңіз, қасыңызға жол серігі алуға болады. Оған қосымша тағы да 5000 теңге төлейсіз. Егер қорықпай атпен тау үңгірлеріне серуен жасайым десеңіз, оған қосымша 5000 теңге төлейсіз. Атпен көрсетілетін қызмет түрлері біздің білгеніміз осылар әзірше. Тура қасына келіп түсіріп жатырмын Көлсайды. Тамаша. Көк туымыз желбіреп тұр Көлсайдың басында. Барлық демалыс орындарында осындай көк ту желбіреп тұрса, бізді рухтандырып, біздің жүрегімізде қуаныш сезімін кернетіп, осы тудың өзі бір тамаша, ғажап көрініс болып тұр. Атшылар, бетап керек, бетап! Проходим на катание на лодках, дальний пир. Көлсайдағы тамаша демалыстың бір түрі қайықпен немесе катамаранмен серуендеу. Бұл да ақылы қызмет. Қайық алсаңыз да, катамаран алсаңыз да жарты сағатқа 5000 теңге, 1 сағатқа 8000 теңге. Ол енді қайықтың ішінде 2 адам отырасы ба, жоқ, жалғыз өзіңіз отырасы ба, оған байланысы жоқ. Сол құны бір қайыққа және уақытқа байланысты болады. Осындай бір қайықпен де көлдің бетінде тамаша табиғатқа тамсана отырып жақсы бір серуен жасауға болады. Бұл да сол Көлсайдағы есте қаларлық бір демалыстың тағы бір түрі. Көлсайдың төменгі жағында, мына көлдің қасында ұялы телефон ұстамайды. Сондықтан Каспий Голд да жұмыс істемейді. Атқа мінгенге, қайыққа отырғанға қолма-қол ақша алып келу керек. Сол жерде балық ұстап жігіттер былай отыр. Қарен бар ғой енді. Мына жерде де бармыз. Табиғат тамаша, бірақ та мына жолдардың бәрі быт-шыт шығып жатқан. Жөнделмеген бір жолдар. Мына жерінде топырақ шығып жатыр. Кішкене жауын-шашын болса,
бастап болып кететіні анық. Негізі осы баспалдақты да дұрыстап жасап қойса жақсы болар еді. Ыңғайсыз, шаң топырақ көтеріліп жатыр. Төмен түскен оңай болған. Жоғары шығу қиын екен. Мынау кешкі Көлсай. Кешкісін басқа көрініс, басқа бояу. Өзінше әдемі. Көлсайда мынандай қазақ үйлер өте көп. 12 қанат көпшілігі. Ішіне 15 адамға дейін сиат деп сол жерде қазақ үйді берушілер. Егер бір түнге алатын болса, бір түні 15 адам. Осы бір қазақ үй 30.000 теңге тұрады. Кеш бара жатыр. Біз Көлсайдан қайтып бара жатырмыз. Біз таудың басынан төменге түстік. Қайтадан Сат ауылына қайтып кіріп келе жатырмыз. Қой қайтып келе жатыр өрістен. Сат ауылының қойы өрістен қайтып келе жатқан. Мынау біз тоқтаған үй Қарағайдан салынған. Шамамен 64-65 жылдар салынған үй екен. Далаға, отқа, қарағазанға Асхаттың сценарий бойынша пісірілген. Лақтың сірнесі. Мынау Сат ауылына таудан ағып келіп жатқан су. Мынау қарғалар, қар үстінде жорғалар. Біз ауылдың, Сат ауылының шетіндегі төбеге шығып бара жатырмыз. Бұны кейбір адамдар ауылдағы мир төбесі деп атайды екен. Совет заманында мир деп жазып қоятын еді. Төбелерге, тауларға. Содан қалып қалған болу керек сол тау. Тауға шығу оңай емес. Біз тіке тартып бара жатырмыз. Біз Сат ауылын жоғарыдан көріп тұрмыз. Ішінде жүргенде кішкентай ауыл сияқты. Бірақ жоғарыдан қарағанда о шеті мен бұл шеті біраз жер екен міне. Тамаша көрініс. Жоғарыдан керемет көрініс бар екен. Өз машинамен неғып обработкаға жүрдім. Не бензин бермейді. Не ақша төлемейді өкіметтің арқасы. Давай деп қаққан түйіп, халық үшін. Әдемі үйлер де бар екен. Мына бір қызыл шатырдей көзге түсіп тұр. Оның бер жағында тағы бір тамаша үй. Бұл жер енді Көлсайдың арқасында туристер көп болатын, көп келетін болғасын. Ауылдың адамдары қонақ үй, кішігірім қонақ үйлер салып, немесе өздерінің бос тұрған үйлерін сол қыдырып келген, Көлсайға келген туристерге беріп, осы Көлсайдың арқасында біраз адам жұмыс тауып отырған сияқты. Қазір мектепті көреміз алыстан. Кім атындағы? Айтжан Түркебаев атындағы мектеп екен.
Саты ауылының мектебі мына алыстан көріп тұрмыз. Саты ауылының ауруханасы екен. Кішірек, әдемі. Бұны да алыстан түсіріп жатырмыз. Мынау ауылдың сыртында ағып жатқан Саты өзені. Бұл жердің халқы бақша, бау-бақша өсіреді. Негізінен картоп бұл жақта жақсы шығады, мына жақта сол жағы картоп сияқты. Басқа да түрлерін өсіреді. Одан кейін мал шаруашылығы осы жерде жаңа бір жиналған шөп тұр. Міне қысқа мынандай шөп жинайды. Барлық осы Қазақстанның ауылдары сияқты картопты өздеріне қолдануға, сатуға. Сосын ол қазір енді мына Көлсайда адамдар соңғы жылдар көп келіп жатқанына байланысты туристерге түрлі қызмет көрсету де бұл ауылдың адамдарына жұмыс табуға көмектеседі. Ауылда мынандай автобустар жиі өтіп жатты. Да бір автобус тұр. Жаз кезі, сенбі жексенбі туристер көп келеді. Мына жақта да бір автобус кетіп бара жатыр. Біздің жақта картошканы жеке түп-түп қылып егеді. Бұл жақта мынандай жолғы бұзын қылып егеді екен. Мынау жақта да не өсіп тұрғанын білмедім. Үлкен бақшада тағы бір нәрсе өсіп тұр. Бұл жоңышқа деп жатыр қасымдағылар. Бұл жақта беде деп атайды екен. Мынау қой қарақат дейді. Жеуге болады дейді. Кішкентай көшелер мынандай жайсыздау екен, балшық, топырақ. Енді мына дамыған елдерде болса осындай Құртай көшелеріне шейін асфальттап, жан-жағын күтіп, тамаша қойшы еді. Енді бізде ол күнге жетерміз деп. Есіктің алдына шейін мынандай шөп өсіп жатыр. 2022 жылғы 14 тамыз, сағат 11:30. Саты ауылынан Алматыға қарай жиналып жатырмыз. Саты ауылынан Алматыға қарай жолға шықтық. Біз тоқтаған Саты ауылындағы үй Сатылған ата мен Сұлухан апаның үйі екен. 1931 жылы туған Сұлухан апа осы ауылдың белсенді атқамінер әйелдерінің бірі болған екен. Сол кісілердің аруағы артында қалған ұрпақтарын жебеп, қолдап, қорғап жүрсін. Қайтар жолдағы тамаша табиғат. Мынандай тамаша бір көрінісі бар жерге келіп тоқтадық. Қайтар жолдағы тамаша табиғаттың бірі. Аның түбінде су өзен ағып жатыр. Ең бір өкініштісі, мына адамдардың тастап істеп кеткені енді қыдыруға келген адамдар. Пакет, жаман қағаз, шүперек, стақан, мынандай керемет табиғат. Тамаша, мына жақтан. Мына жақтағы көрініс мынау. Өте тамаша. Енді бір өкініштісі, бұл жерде де міне жаман шүперек,
сыраның бөтелкесі жатқан. Бір рет қолданатын ыдыс-аяқ бәрін лақтырып кеткен адам. Саяхатқа шығатын адамдарға өтініш. Табиғатты аялайық. Таза жүрейік. Өзіміздің үйімізді қалай таза ұстасақ, осы табиғатты да солай таза ұстайық. Ластамайық. Бір кішкентай қоқымды да тастамайық. Үйренейік соған. Тіпті мынандай темекінің тұқылдарына шейін тастамау керек деп ойлаймын мен. Жинап алып кету керек. Мына жердің бәрі толған темекінің тұқылы жатқан. Өкінішті енді. Шелектен өттік. Біз қайтар жолдамыз. Алматыға 100 километр қалды. Біздің әсем Алматы. Осымен Көлсай сапары аяқталды. Ата-бабамыздың бізге мирас етіп қалдырған інжу маржандарының бірі Көлсай көлдері. Осындай қымбат қазынаны бүлдірмей, одан айырылып қалмай, көзіміздің қарашығындай сақтау, болашақ ұрпаққа жеткізу біздің асыл мұратымыз. Әрі жүргізуші, әрі жолсерік болған Асхатқа, осы саяхатқа демеушілік жасаған құрбыма, бірге болып барып қайтқан серіктестеріме ризашылығымды білдіремін. Амандықта жолығайық. Сіздермен бірге болған Ляззат Дүйсенбекова.